Жалпы мұғалімдік өмірден алған ең үлкен бір инсайтыңызбен бөліссеңіз. Мүмкін қазір бізде жас мамандар қарап жатыр, немесе енді жұмысқа тұрған мамандар қарап жатыр. Сол кісілерге бір керемет бір сіздің тәжірибеңізде өткен сабақ болатындай ең үлкен бір инсайтыңызбен бөліссеңіз. Қазіргі таңда мен ең үлкен инсайтым өзі жақында келген деп ойлаймын. Мен өзім енді жас болғандықтан, енді тәжірибеміз аз болғандықтан біз енді сын естиміз. Сын естімей сен түзелмейсің. Сол сынды естігеннен кейін оның үстінде көп жауапкершілік бар, оқушыларға деген, олардың біліміне деген жауапкершілік бар, қағазбастылық бар, барлығын түсінемін. Бірақ сол моментте беріліп, сынып, басқа жаққа кетіп қалған дұрыс емес деп ойлаймын. Bir жағынан өткені бір инсайт, енді қалай айтсам екен, мұғалімдік, егер сен оқушыларды жақсы көріп тұрсаң, егер сен оларды сезіне алып тұрсаң, егер сен біреуге бере алатындай болсаң, біліміңді, өзіңнің тәжірибеңді бере алатындай болсаң, онда сен осы жолда мойымай жүруің керек деп ойлаймын енді. Бірақ әркімде қалай не бар ғой, мен бірақ өзіме түйгенім, что қаншалықты қиын болса да бұл бір берілген бақыттың бірі ғой. Оңай жұмыс еш жерде жоқ. Барлық жерде все так же нужно стараться, жұмыс істеу керек. Барлық жерде де дәл осындай жауапкершілік болады. Жауапкершіліксіз сіз ешқандай жұмысты жақсы атқара алмайсыз. Ол жауапкершілік айналып келіп сіз қанша қашқанымен артыңыздан қалмайды. Сондықтан өзіңіздің жүрегіңізге ұнатқан мамандықты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Өте керемет атап өттіңіз. Жаңағыдай берілмеу керек деп, қандай қиындық болса да. Себебі қазіргі балалармен жұмыс жасау шынымен де оңай емес. Өте қиын. Стресс болып, тіпті ауырып, ауруханаларға түсіп жатқан мұғалімдер де бар. Әңгіменің ашығын айту керек. Сондықтан да бірінші кезекте өзіңізге қамқор болып, берілмей. Адамдар бар реально мұғалімдікті жақсы көреді, ұнатады, бірақ кейбір факторларға болады. Қытай болуы мүмкін, Қытай факторлар көбейіп, үлкен фактор болып кетуі мүмкін. Сондықтан мықты мұғалімдер тасап кетіп жататын, немесе шаршап кетіп жататын уақыт бар. Ол уақытша демалып алып, отпуск кезде жаңа күшпен жаңа оқу жылына қадам басайық деп сіздерге шамалы мотивация беріп жатырмын. Дұрыс айтасыз. Әсіресе бірден бір қиындықтан сынып қалмай, кемі бір жерде өзіңді сынап көріп 3 жыл жұмыс жасаған дұрыс деймін. 3 жыл уақыт беріп өзіңе. Өте керемет. Кеттік келесі сұраққа.